Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге қазіргі таңда не өсіп жатыр, соны көрсетемін. Алдарыңызда көріп тұрсаңыз ежевика, яғни шілде айында не бастап шығып жатыр. Міне көріп тұрсаңыздар, бастап шығып жатыр. Бұл қараяды, содан кейін барып жинап салыңыздар болады. Қарасаңыз, мына жердің барлығында да бар. Біреу пісіп жатса, біреуін жинап атасыз, көріп тұрсаңыздар. Сіздерге жіберіп жатқаным осы, міне, өнімі өте күшті. Мелисса өсіп тұр. Осы жақында көшеттен 2 кабачок тауып алған болатынмын, соларды міне отырғыздым. Міне біреуі, және де екіншісі міне. Мына басында барлық жапырақтар солып қалып, міне қайтадан жапырақтар шығып жатыр, міне көріп тұрсаңыздар. Екеуі де бұйырса кешігіп өнім беретін болады. Мына жерде алдарыңызда қызанақ. Қызанақты бүгін реттестіремін. Бүгін қазір суарамын. Суарғаннан кейін артық жапырақтарын барлығын аламын. Себебі уже құлап өнімдерін беріп жатыр. Міне көріп тұрсаңыздар. Соның артық өсінділері бар ма, жоқ па? Қараймын. Міне мына жерде көріп тұрсаңыздар. Міне артық өскесін, мынандай жартылай кескесін уже шықпайды. Сол жері жақсы көріп тұрсаңыздар. Міне соларды еңзелеп қалғанда қалып қойған жоқ па, соларды қарайтын боламын. Міне кішкене көріп тұрсаңыздар, үлкен болғасын құлап жатыр. Қызанақтар өте керемет. Мына фокус деген не елеп бастап шығып жатыр. Действительно, шынымен де несі помидорды сырты деген материал сияқты өте қызық. Енді суарым керек, жапырақтар солып қалған. Көптен бері суармағасын, жаңбыр жауғасын. Енді бүгін суаруға болады, себебі әбден қызармай тұрған үшін оған су керек. Содан кейін барып қызарып бастағаннан кейін суды азайтатын боламын. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұлар енді бірінші кабачокта. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кабачок бар. Міне қарасаңыздар, мына жерде кабачок өсіп жатыр. Ондай өте көп. Мына жерлердің барлығында ешқандай несі үлкендігі сары, қызыл екен. Биыл кәдімгі баяғыдай күнделікті өзіміз жеп жүрген кабачокты ектім. Мына жерлерде уже тыквалар жайлап бастап шығып жатыр. Шынымды айтсам, суарам, бірақ енді асқабақ суды өте көп көлемде жақсы көреді. Себебі бұның жаңа ұзындығы деген 2 метрлеп, 3 метрлеп кетіп жатқасын, судың барлығына сол бойына сіңіру үшін суды көп мөлшерде қажет етеді. Осы жақында ғана суардым, уже ар жақтарында барлығында солып қалыпты. Мына жерде сіздерге көрсетейін, не бастап пісіп жатыр. Үлкейіп өте жақсы болып шығып жатыр. Міне бұл енді дөңгелек екен, мен сопақшасын таба алмай жатырмын. Себебі менде көшет арқылы еккенде қайсы екенін білмей қалдым. Міне кукурузда жайлап шашақтарын шығарып бастап жатыр. Қияарға келетін болса, енді қияры енді бүгінге жинайын деп тұрмын. Алдарыңызда мына жерде ұзын қиярлар жеп бітірді. Кеше барлығы толып тұрған мына орында міне қайтадан шығып жатыр. Міне көріп тұрсаңыздар, қайтадан шығып жатыр. Сол себептен бір салатқа жеуге де бір турап жеуге өте керемет. Сол жер ұнады. Қиярлар міне бастап шығып жатыр. Ұзайтын қиярларымыз міне өте көп көлемде шығып жатыр. Мына жерде барлығында. Бүгін ерінбей барлығын жинауым керек. Міне көрсаңыздар. Жинамаса басқа қиярлар өсіп кетіп, басқа қиярларға кедергі болады. Жердің барлығына шығады. Қарап тәтті бұрыштарға келетін болсақ, тәтті бұрыштарда міне бастап шығып жатыр. Міне барлығы да өзімнің тұқымда, ешқандай сатып алған тұқымдар жоқ. Перецтің баклажан енді кешігіп шығып жатыр. Бақа енді бастап жатыр. Міне көріп тұрсаңыздар, тәтті бұрыш уже міне шықса, бұл енді бастап жатыр. Мына жерде алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай қызылша және де сәбіз. Оны білесіздер, мен көшет арқылы отырғызған болатынмын. Яғни бір жерге егіп, содан бір-бірлеп бөлек отырғызған болатынмын. Ол не үшін қажет? Арасы бір-біріне жақын болмай, қалай отырсам, қызылшамыз жақсы шықсын деген мақсатта. Сіздерге көрсетемін. Міне қарасаңыздар, өте ыстық кезде еккен болатынмын мен. Міне жапырақтарымен уже бастап шығып жатыр. Бұл не тез пісетін қызылша. Сосын мен асықпай отырғыздым. Міне сәбіздердің арақашықтықтарын қараңыздар. Өте керемет. Мындай арақашықтықта салдым. Где-то бір 6-7-10 сантиметр деймін. Оларға жарайды. Яғни 10 сантиметр.
башка үлкендігі сондай болса да жарайды. 10 см 5 см болса да жарайды. Міне барлығын енді қысқа сақтау мақсатында осылай бөлек өсірдім. Тағы да қалды. Оны күнделікті жеп отырмыз. Yani арасы өте жақын орналасқан қызанақтарда күнделікті жеп отырмын. Ал бұл қысқа сақтауға арналған сәбіз. Келесі дәл солай тоже асқабақтар. Биыл менде үлкен дөңгелек асқабақтар өте көп болайын деп тұрып. Мына жерде міне біреу, екеу. Ана жақтардың барлығында да бар. Так, мына жерде сары қызанақ, енді қызанақтардың бәрі тоқтады. Қазіргі кезде сары қызанағым шығып жатыр. Жеп қойған. Біреуін әрең тептім. Күнде жеп қояды. Бұны алып өте тәтті болғасын. Күнбе-күн шығып отырады. Сап-сары болып осылай. Қызыл да бар. Бірден жеп қойып отырады осылай. Дәмі деген өте керемет. Құлпына емес, ананас жеп тұрған сияқтысыз. Вареньясыз да, шайға да қосып жүрсеңіздер өте иісі деген енді керемет. Баяғы құлпынайны, қазір құлпынайны көз байқайсыздар ғой, селитрамен үрілген, сондай көз жақсы көреді, сондай егет. Бұл енді қалай айтылады, жер құлпынай деп айтады, негізі қазақша. Жер құлпынайы, яғни ормандарда өсетін болса қызылдардың сары түрі өте керемет. Тұқымнан еккен болатынмын. Өнімін жыл сайын беріп майда бастайды, яғни мамыр айынан бастап, содан қара күзге дейін осылай гүлдеп күнде өнім бере береді. Тазартып, жаңа арам шөптерден тыңайтқыштан қолданып отырсаңыздар болды. Мен жақындан арам шөптен тазарттым, жаңбырдан қайттан тез өсіп кетті. Арам шөп өте қатты шығады, енді биыл емес. Күзде ма көремін енді. Арнайы жаңа агроспанмен егейін деп тұрмын. Арам шөп шықпайтындай қылып, мен сіздермен оны да бұйыртса бөлісетін болармын. Так, сливалар мен жайлап бастап өнім беріп жатыр. Жаңа екіншісі де бар, ол да бастап өнім беріп жатыр. Енді қалып күзгені мына жерде сәлемде құрт түскен, қажет жоқ бізге. Құрт түспегендер болмаса, тек вишнямыз өнім беріп болды. Енді кезекте астын тазарттып, суды молына бір қидым. Сол оған енді жеткілікті. Алмұртқа келетін болсақ, енді алмұртымыз енді бәрі құлап, ауырлықтан ортасы ашылып қалған екен. Қараңыздар. Себебі грушаның өнімділігі өте көп. Көрдіңіздер ғой да. Өсіп жатыр. Енді бұған да су құюым керек, себебі алмұртты да білесіздер. Тек судан ғана құралған, сол себептен енді су құюым керек. Өте керемет, ешқандай құрт та жоқ. Өте керемет. Бұны біз бірден жеп қоямыз. Тұрған сайын, мысалы қаттылай жинап алсаңыздар, ол тұрған сайын піседі. Сол кезде деген дәмі деген енді керемет. Жай пісетін сорттың бірі. Солай канал жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.